Мына YouTube канал 3 аптаның ішінде 70 мың доллар тапқан. Қазір сендерге айтам қалай істеген. Сендер де істегенде 3 аптаның ішінде сендер де осындай табыс табар едіңдер. Қазір мұқият тыңдаңдар. Ал мына каналға қараймыз. Мына канал 3 аптада 9-ақ видео салған. И 70 мың доллардай табыс тапқан. В общей сложности мына канал жаңағы 23 миллион просмотр жинаған. И бұндай каналдарда RPM 3 доллар болады. То есть RPM 3 доллар деген 1000 просмотрға 3 доллар төлейді деген сөз. Миллион просмотрға соответственно 3000 доллар. И в общем бұл канал қалай табыс тапқан? Бұл канал в общем жаңағы мистер Бистті разоблачать еткен. То есть хайп болған. Қазір барлықтарың естіп жатқан шығарсыздар, что мистер Бистті разоблачать етіп жатыр деп. И сол хайпты пайдаланып мистер Бистқа разоблачениялар қаншама бірінен кейін бірін түсіріп 3 аптада 70 мың доллар тапқан достар. Бұған қарап біз не үйрене аламыз? Что YouTube'та табыс табу үшін сендер жаңағы трендтарды, хайптарды білу керексіңдер. Сондай хайповый событияға сендер видео түсірсеңдер, сендерде обязательно просмотр болады. Сондықтан достар, сендерде осылай YouTube'дан табыс тауып үйренгілерің келсе, онда менің мини курсыма қатыссаңдар болады, немесе менің партнерствома қатыссаңдар болады. Ол туралы толығырақ білгілерің келсе, маған Инстаграмға жекеге жазыңдар. YouTube партнер деп или мини курс деп.